Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Бұл күні жыл сайын ұлттық тағамымыз Наурыз көже әр шаңырақта міндетті түрде әзірленген. Наурыз көжені әркім өз ерекшелігімен кем дегенде 7 түрлі дәм қосып әзірлеген. Бүгін сіздерге мен өзімнің дайындауымдағы Наурыз көжені ұсынатын боламын. Наурыз көже үшін бізге керегі жылқының еті, сүрленген қазысы, айран немесе қатық, қайнаған құрт, орнына кепкен құртты да пайдаланса болады, бидай, арпа, бұршақ, тұз. Дәнді дақылдарымызды үстінен қайнаған ыстық су құйып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін плиткамызды қыздырып, кастрюльге етімізді салып, және менде қазының осындай кішкене бөлігін қолдандым. Сіздерге лайфқа қазы жарылмай бүтіндей пісу үшін осындай пищевая пленкаға орап, үстінен бірнеше жерден тесіп қойсаңыз, сол күйінде ешқандай жарылмай пісетін болады. Етіміз қайнағаннан кейін үстінен көбігінің барлығын аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және бұрыш саламыз. Етіміз піскен соң бөлек ыдысқа салып аламыз. Видеодағыдай сорпамызды екінші ыдысқа сүзгімен осылай сүзіп аламыз. Сонда біздің көжеміз мөлдір болып шығады. Және қайтадан кастрюльге құямыз. Енді сорпаға 2 сағаттай ыстық суда бөктірілген арпамызды, бұршағымызды және бидайымызды салып, жарты сағаттай қайнатамыз. Мен етті осылай кішкене етіп, көбіктап турап алдым. Қазыны да қалауымызша турап, көжеге қосатын боламыз. Қайнап дайын тұрған көжемізге үстіне туралған етімізді және қазымызды саламыз. Наурыз көжемізден бөлек ыдысқа құйып аламыз. Айран мен құртты осындай үлкен ыдысқа мен араластырмаймын. Әр адам өзіне керегінше салып ішетіндей болады. Сонда сіздің көжеңіз ешқандай да ашымай, сол күйінде мөлдір болып тұрады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Барлығыңызға Наурыз мерекесі құтты болсын. Видеоны достарыңызға поделиться етіп жіберуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода сіздерге үй жағдайында жентті қалай дайындауға болатынын көрсететін боламын.